Қайырлы күн достар, сіздермен Жұлдыз. Бүгін сіздермен ауылда қазанда піскен қаттама дайындаймыз. Өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен тұзды суымызға електен өтілген ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң 10 минутқа тұндырып қоямыз. Сосын қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 1 сантиметрдей болу керек, не жұқа, не қалың болмау керек. Осылай тегістеп жағып болған соң сары майымызды ертеміз. Щедрая немесе пампушка майлары бола береді. Осылай ертіп, қамырдың барлық жағына тегізіп жағып шығамыз. Сосын осылай қамырымызды орап шығамыз. Қамырымызды тегіз орап болған соң, жаңағы қамырымызды осылай бұралақтап шығамыз. Сонда қатпарланып әдемі болып піседі. Осылай бұрап қамырдың көлеміне байланысты бұрап үстінен бір басамыз. Барлығын солай жасап шығамыз. Видеода көрсетілгендей өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сосын болған соң сразу жаюға кірісеміз. Жайған кезде қамырға ұнды көп сеппейміз. Сеппесеңіздер де болады. Қамырымыз жабыспайды, себебі май жаққан соң қолға да, оқтауымызға да жабыспайды. Қазанға 1 ас қасық май құйып, қызып тұрған майымызға осылай қамырымызды салып аламыз. Арасында осылай қозғап тұрамыз біркелкі қызару үшін. Бірінші беті қызарған кезде екінші бетіне аударамыз. Осылай тегістеп қызартып пісіріп аламыз. Осындай қызарып әдемі болып шықты. Енді келесісін пісіреміз. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, оп-оңай. Өте дәмді шығады. Қаттамамыз дайын болды. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.